Алпамыс батыр дастанының қазақ эпостарының ішіндегі ең көне жырлардың бірегей ретінде бала жасымыздан жаттап өстік. Жырда Алпамыс батырдың тегі қазақ екендігі сан рет арнайы атап өтіледі. Солай бола тұрса да, бұл жырды біздерден де басқа Қарақалпақ, татар, башқұрт, алтай халықтары өздеріне иемденіп жүр. Тіпті Алпамыс батырдың ата мекені болып есептелінетін Жиделі Байсынның 1924 жылы әкімшілік территориялық қайта бөлу кезінде Өзбекстанға беріліп кетуіне байланысты көршіміз өзбек халқы 1999 жылы ЮНЕСКО-ның Алпамыс батыр дастаны өзбек халқының ұлттық эпосы деген шешімін шығартып, әлемдік деңгейде тойлап та жіберді. Күні бүгінге дейін бұл жыр өзбек халқының төл мұрасы ретінде тіркеуде тұр. Сәлем, бұл тентек арнасы. Алпамыс батыр жайлы ақиқатқа көз жеткізіңіз. Иә, атағынан түркейтін ұлы батырдың түбі бір түркі халықтарына ортақ баһадүр екеніне әшіп әкетілмейміз. Дегенмен қаншама дерексіздерді қарап отырып, ұлан-ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы қазақтың алтын бесік ата жырда, қазақтың қара топырағында Алпамыстай батырдың туған өлкесі екеніне анық көз жеткіздік. Ал дәл сол бірнеше материалды сіздер де біліп алыңыз. Бұл артықтық етпес. Қазақ ғалымдары мен қаламгерлері Алпамыс батыр жайлы үнсіз қалды деп те айта алмаймыз. Талай жазушы ғалымдарымыз Тынышбаев, Марғұлан, Қоңыратбаев, Әуезов, Сейфуллин, Жұмалиев, Ғабдуллин, Бердібаев, Сыдықов, Раханов тағы басқалар Алпамыс батырдың тегі қазақ екендігі жайлы көптеген еңбектер жазды. Эпос сан рет қазақ баспаларында қайта басылып шықты. 100 томдық бабалар сөзі сериясының 34 томы тек қана Алпамыс батырға арналып, осы кітапқа жырдың 4 нұсқасы енді. Сәкен Сейфуллин өз мақаласында осы жырда ұлттық дәстүрге сәйкес элементтері жөнінде де мәселе көтерген. Мақала авторының Алпамыстың дүниеге келуі, балалық шағы, оның үйленуі, тұрмыс салт эпосы Қозы Көрпеш Баян Сұлумен ұқсас келеді деген пікірі Чеканскийдің ойын пысықтай түскенде, ауыз әдебиетінің осы екі шығармасында да ескілі өмір кәдесі, ертедегі рулардың тұрмыс салты, малшылар өмірі, бұрынғы Қазақстанға тән феодалдық байшылдық қарым-қатынас айқын көрсетіледі. Алпамыстың ұлты түркі әлемінің бір бұтағы қазақ. Оған дәлел ғалымдардың айтқан тұжырымдары. Екіншіден, өзбек ұлтында табиғи рулық жүйенің жоқтығы, жершілдік, ташкенттік, ферғаналық, самарқандық тағы басқа болып қалыптасқандығы. Сонда олар қазақтың Қоңырат деген тайпасына қалай еленбек? Ерте заманда отырардан қоныс аударып барған Қоңыраттың Жиделі Байсын деген жер атына теліп атай салған. Үшіншіден, жырда аталған жер судың әулие әмбиелердің Қаратау мен Сыр бойы аралығында орналасқандығы. Төртіншіден, жырдың кейіпкерлерінің аттарының бәрі қазақ есімдері екендігі. Бесіншіден, Бірлік ауылының тумасы Міншәріп Орманұлы араб, парсы, түркі тілінде жазылған. Рузатсәлі, Түбітліхани, Мәратіләм, Эбесир, Қыпшағия, Себизаяр, Әбуғазыхан, Кітмір кітабы деген тауарих кітаптарды саралап, 1942 жылы қазақ тіліне аударып жазған шежіресінде Алпамыс батырдың шыққан тегі тайпасы, руы және өзінің ұрпақтары түгел қамтылған. Күндерден күн өтіп, өзгерген көшпенділік заманда Алпамыстың бабалары отырардың Жиделі Байсын деген жерге ауып көшіп кеткенін көрсеткен. Кеңестер үкіметі Жиделі Байсынды 1924 жылы әкімшілік территориялық қайта бөлу кезінде Өзбекстанға берген. Осыдан кейін көршіліміз өзбек халқы 1999 жылы ЮНЕСКО-ның Алпамыс батыр дастаны өзбек халқының ұлттық эпосы деген шешімін шығартып, әлемдік деңгейде тойлап та жіберді. Күні бүгінге дейін
Бұл жыр өзбек халқының төл мұрасы ретінде тіркеуде тұр. Алайда ЮНЕСКО Алпамыс батырды емес, Алпамыс батыр жырын тіркеп қойған. Ол өзбек халқының бәлкім өздерінің нұсқасы шығар. Ал біз салымызды суға кетірмей, ұлттық жырымызды өз ұлттық мұрамыз деп тіркетуіміз керек қой. Осы орайда көрнекті ақын әрі қоғам қайраткері Ілияс Жансүгіровтің өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, елдегі алсын қайдан кемеңгерді деген өлең шумағын қаперде алсақ артық болмас еді. Ендігі жағдайда қазақ халқының келешек ұрпағы біздің болашақ балаларымыз. Алпамыс батыр туралы ұмытпай, жырларды қазақтың ұлттық құндылығы деп білсін деген мақсатта қысқаша басты мәліметтерді ұсынып отырмыз. Тарихымызды бұрмалауға жол бермей, дұрыс насихаттап, келер ұрпаққа жол сілтер өзіміз болғай.